Иә. Енді Нұрбек мырзамыз айтқандай, саяхаттау керек, әлемді шарлау керек, әлемді көру керек. Сол себептен мені бүгін шақырған сияқты, өзімнің халықаралық тәжірибемді, жастарға деген өзімнің осы өмірлік кішкене жолымды сендермен бөлісіп, сіздерге айтып деген сияқты сондай немен келіп отырмын. Ең бірінші, бүгін мен қазақ жастарының халықаралық потенциалы туралы сөйлегім келіп тұр. Сөз бастамас бұрын айта кетерім, мен ең бірінші, менің ең өмірдегі ең керемет, ең бай жетістігім, ол мен анамын. Менің екі бүлдіршінім бар. Біреуі осы залда отырып, мені қазір видеоға түсіріп отыр, 14 жасар Аруам. Біреуі 8 жасар Тимужиным. Сол екі балам менің енді екі махаббатым, екі өмірдегі шабытым болып табылады. Сол себептен менімше әрбір адамның өзінің бір осындай мақсаты, өмірлік мақсаты, өмірлік шабыты болуы тиіс. Және сол туралы мен қазір кішкене бастаймын. Маған қойылатын ең танымал сұрақтар. Негізі мен осы спичтарға, әртүрлі токтарға мені жиі шақырып тұрады да, адамдар маған кез келген әртүрлі сұрақтармен келеді. Алия ханым, сіз менторлық жасайсыз ба деп? Я жасаймын деп айтамын. Сіз халықаралық корпорацияларға қалай орналастыңыз? Өзіңіз түсіңіз ба? Әйтпесе ағатайларыңыз звондап сізді Амстердамға, Швецияға, ақш-қа жұмысқа орналастырды ма деп сұрайды шынымен де. Қазақстанға неге оралдыңыз? Неліктен Қазақстанда сіз министрлікте жұмыс істеп жүрсіз? Сізге қызық па дейді сұрайды. Шетелде тұру басқа ма, әлде Қазақстанға тура сондай сәйкес келеді ма? Қандай айрықшылықтары, ерекшеліктері, кемшіліктері, жетістіктері бар деп. Инстаграмда жазылушыларыңызды қалай жинап алдыңыз? Олар қалай артты сізде? Неге сізге жазылып жатыр? Сіздің мысалға ой түріңізді, сіздің сөздеріңізді неліктен тыңдайды деп дегендей. Сонымен қатар ең популярны сұрақ дейді ғой, ең танымал, сіз қазақсыз ба деп маған сұрайды да. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. 1987 жылы 15 тамызда Талдықорған қаласында туып, қап-қара домалақ қазақ қызы болып, шетелде жүріп, жұмыс істеп келіп жүрмін. Енді предыдущий слайд. Енді өзімнің кішкене өмірлік жолымды біраз атап кетсем. Ең бірінші кішкентай бала кезімде 1998 ба 99 жылы ма кішкентай балапан бүлдіршін болып мен кітаптарға өте құмар болған едім. Джордж Клейсонның «Вавилондағы ең бай адам» деген кітапты оқыдым. Сол кезде менің балалық ойымда, миымда, жанымда бір көтеріліс, қозғалыс, қақтығыс пайда болды. Неліктен? Өйткені ол кітап, ол қаражатты дұрыс қолдануға, инвестициялауға және осындай тақырыптарға ой қозғайтты. Мен келіп, ең бірінші ата-анамнан сұрадым. Мама, сіз мені кішкене басқа құндылықтарға үйретесіз деп ойлаймын да. Неге мамам, папам мені кішкене басқаша үйретеді, бірақ әлемде қаражаттың маңыздылығы, қаржының маңыздылығы осындай ерекше көтерілген деп сұрасам, мамам мені шын мәнінде басқаша тәрбиелеген. Шын айтамын сіздерге. Шындығымды мамам естісе кешірсін. Мамам әрқашан өзіңде бар болса барлығына бер. Қаражат ол керек емес. Сен мысалға басқарушы емес, сен өте жақсы, әділетті жұмыскер болуың керек деп мені өмір бойы тәрбиелеген. Бірақ мен мамам тәрбиесінен әрине жақсы жақтарын алуға тырыстым, бірақ кішкене тыңдамай қалдым енді. Өйткені кішкене менің қалай айтуға болады? Менің кішкентай сол Алияда, 12 жасар Алияда әрқашанда ойында сондай бір сұрақтар пайда болған. Және мен әрқашанда оларға жауап іздеп жүргем. Сонкен 10 сыныпта мен Жапонияға барып, халықаралық математика олимпиадаға барамды. Сол жаққа келіп, жапондарға қараймын. Негізі тарихты да сүйіспеншілікпен оқыған кезінде, техникалық маман болғанымен де. Бірақ Жапонияға келіп қарасам, дүниежүзілік соғысынан кейін жеңілген мемлекет қой. Бірақ 2003 жылы келіп, сол олимпиадаға келгенде, осындай керемет дамыған мемлекетті көрдім. Сонда өзінің туып өскен Талдықорғанында, дүниежүзілік соғысты жеңген империяда, державада, неліктен менде үйімде су жоқ, неге свет жоқ, энергия жоқ, біз осындай дамыған керемет мемлекет болуымыз керек қой, деп осындай сұрақтарға жауап іздеп жүрген өмір бақи. Содан кейін ар жерден сұраймын, мына жерден сұраймын, кітаптарды оқимын. Гуглда болмаған біздің кезімізде, осы жастарға қазір негізі
қиыншылықтары сондай айқын емес та біздікі сияқты. Біз іздеп жүргенбіз сол сұрақтарды. Содан кейін бір нәрсені түсіндім. Осының барлығын түсіну үшін маған срочно шетелге бару керек. Шетелге барып, олардың мәдениетін, олардың көзқарасын білу қажет. Өйткені мүмкін бізде бір осындай байланыс орнатып деген сияқты, о дүниемен, бұл дүниемен деген сияқты кішкене соны түсінгім келді. Сол себептен енді келесі слайдқа мен ең бірінші бір нәрсені түсіндім. Ол шетелге бару арман емес, ол менің мақсатым бола келді. Бірақ өмір бақи менде шетелге шығу нем кішкене тоқтап жүрді. 11-ші сыныпта Акселсті жеңіп Америкаға барайын десем, бара алмадым. Мамам жоқ деді, сен кішкентайсың, шетелге бармайсың. Жарайды. Содан кейін олимпиадаларды жеңіп, халықаралық олимпиадаларды, бакалавриатқа шетелге барайын десем, ата-анам жоқ, бармайсың, өйткені қауіпті, біз шетелге сенбейміз, сен Қазақстанда оқисың деп КБТУ-ға түсем. КБТУ-да оқып, бірінші курстан кейін болашақты жеңем. Ата-аналарым тағы да жібермейді. Жарайды. Болады. Өмірім уақыты келеді, мен шетелге барамын деп, мен шетелден үйреніп, еліме қайтамын деп ойлап жүрдім. Сонымен, енді болашақ болмай қалды, бакалавриатты бітіріп, 5 рет Massachusetts Institute of Technology деген MIT-ге құжатымды беремін. 5 рет жоқ деп маған жауап береді. 5-ші рет шыны керек интервьюге жеттім, соған керемет қуандым, енді мен жеңем деп, бірақ жеңе алмадым. Маған кешіріңіз, сіз MIT-ге түсе алмайсыз. Содан кішкене, әрине кішкене емес енді, бірақ шыны керек өте сондай настроением болмаған, бірақ әлемдегі қазірде 5-ке кіретін Imperial College'қа түсіп, Ұлыбританияға кетемін. 20 жасында мамам жібереді мені әйтеуір. Папам, мамам енді маған батасын беріп, мен Ұлыбританияға әлемнің сондай бір танымал университетіне барып, риск менеджмент оқуға барам. Бакалавриатым IT, программирование. Жарайды, бағдарламалаушы болдым, приложениялар жасадым, мобильдік қосымшалар, көптеген қызықты нәрселер істеп, сол алғашқы менің шетелдік немді бастадым. Кейін менің осы шетелде оқып жүргенде бір нәрсені түсінгенім, қазақтарда біз мысалға адамды әртүрлі басқа да сапалармен салыстырамыз да. Оның руығымыз, Нұрбек мырзамыз айтқандай, оның туған жері кім деген сияқты, немесе әртүрлі бір түсініксіз нелерді қоямыз да, нелерді, ярлықтарды дейміз ғой, бірақ шетелде олай емес екен. Шетелде адамдар адамның компетенциясына қарайды. А компетенцияны жинау үшін ол тек қана тәжірибе керек. Тәжірибе болмаса, сіз ешқайда дамымайсыз. Сіз қаншалықты сондай керемет болсаңыз да, сіз тәжірибесіз ешкім қабылдамайды. Сондықтан мен өзімнің тәжірибені істеу үшін жолымды бастадым. Алғашқы компания Microsoft болды. Әлемдік ең үлкен корпорация. Сол Microsoftта жұмыс істей келіп, Windows фонды есінде ғой не болған, бірақ қазір жоқ енді Windows фондарымыз. Соны қазақ тіліне аударған едім кезінде. Сонымен қатар негізі менде корпоративтік басқару болғандықтан менің негізгі тақырыбым корпоративтік басқаруды Microsoftта 4,5 жыл бойы үйрендім. Microsoftтан кейін маған Ericssonнан шақыру келеді. Сіз, Алия ханым, Швецияға көшуге дайынсыз ба деп. Енді неге дайын емеспін? Әрине дайынмын. Енді Швецияны зерттеп келу керек қой. Неліктен Нобельдік лауреаттар барлығы Швецияда? Неліктен Швеция өмір сүру деңгейі бойынша сондай жоғары деп, мен барып келейін деп, сол Швецияға барамын. Швецияда 3 жыл бойы Эрикссонда жұмыс істеймін. Сол кезде жұмыс істегенде бір мәдени нәрсені айтып кетейін. Эрикссонда маған корпоративті машина береді, көлік. Сол көлікпен мен парковкаға келемді. Әрқашан парковкаға келгенде жалғыз тұрамын. Бірақ мен ойлаймын, мен вице-президент емеспін, тек қана басқарушымын да, аймақтық директор, 74 мемлекетке жауапты. Неліктен басқа машинелер жоқ? Офиске келем, вице-президенттері отыр, енді олардың да машинелері бар шығар, енді көліктері. Неге менің ғана машинем бар? Олар қалай жетті екен деп бір ай сұрауға ұялдым. Бір айдан кейін сұрадым енді. Аға, саламатсыз ба? Кешіріңіз, сіз жұмысқа қалай жетесіз? Мысалға мен парковкада астында тек қана менің машинем тұр десем. Ол айтады: Алия ханым, бізде Швецияда жұмысқа машинемен былай жақын жету ол өте жаман қасиет деп саналады. Неліктен дейді? Өйткені адам жаяу жүру керек. Біз
Мәшинелеріміздің бәрі, көліктеріміз әрине бар, корпоративті көліктеріміз. Бір оны анау жерде тастаймыз да, метроның қасында. Сол жерден велосипедке отырып, әйтпесе жаяу жүріп, офиске келеміз де, офиске көтерілеміз. Өйткені ол дұрыс әдет емес деп маған айтты. Қатты ұялдым. Бірақ өзім үшін ең бірінші сондай бір өте күшті, үйренішті сәт болды. Кейін Эриксоннан кейін мені Relax Groupқа шақырады. Relax Group ол ақштың 20-қа кіретін танымал холдингі. Сол холдингінің ішінде Elsevier деген компаниясы болады. Араларыңызда ғалымдар, жас ғалымдар болса, Scopus деген нені естіген шығарсыз. Осы Scopustарды, ғылыми мақалаларды барлығын Қазақстанға алып келген кезінде мен деп айтуға болмайды енді. Енді мен сияқты едім. Өйткені біздің Қазақстан Республикасының қазақ ғалымының елге танылуын мен қаладым, шын айтсам. Қарасам, танымал шетел журналдарында, мақалаларында қазақтар жоқ. Сол себептен мен сол неге бет бұрдым. Кейін Өзбекстанға көштім. Өзбекстанға барғанда, негізі Relax компаниясында істегенде, мен саяси аналитика, саяси стратегияларды көп оқып, әртүрлі министрлерге кеңес бердім 6,5 жыл бойы. Содан кейін ковид кезінде мені өзбекстандық, мен Қазақстаннан шыға алмай отырдым. Ұлыбританияға көшу керек едім, көше алмадым, жарайды енді, локдаунда отырмын Астанада. Мені өзбектер шақырады. Өзбекстанның премьер-министрі, зам премьер-министрдің орынбасарының кеңесшісі болып мені официально штатқа алады. Сөйтіп, Өзбекстандағы реформалардың негізін қалаған топтың ішіне кіргізеді мені. Және мен 2,5 жыл бойы Өзбекстан еліндегі туризм, спорт, мәдениет, білім, ғылым, мәдени мұра, медиа деген әртүрлі тақырыптарға жауапты боламда. Сонымен қатар соңғы 8 ай президент администрациясына өтіп, сол жерде Өзбекстан Республикасының шетелге деген репутациясын, шетелге деген көзқарасын, соны дамыттым. Сол жерде Өзбекстанда жүріп, Шавкат Миромонович Мирзиёев маған медаль кигізгенде, дәл 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын ба, қазақтар маған көп комментарий жазады. Ұят емес па сізге, басқа елді дамытып жүрсіз, қандай сіз адамсыз деп. Соған мен оқып, бір комментарийді өшірген жоқпын, кірсеңіз қарасаңыз болады. Соған мен қатты жүрегім ауырады, шынымен де, Алия, неге сен солайсың? Уақыт келген шығар мүмкін сенің елге оралуыңа деп. 1 жыл бұрын Қазақстанға оралып келем. Анамның сұрауымен оралып келемде Дархан ағамды көремін. Дархан Қуандықұлы ол сол көріскеннен кейін, 1 күннен кейін министр болып тағайындалады. Ақпарат және қоғамдық даму министрі. Және ол мені бұрыннан танығандықтан, ол мені жұмысқа шақырады. Сонымен мен ақпарат және қоғамдық даму министрінің кеңесшісі болып жұмысқа шығамын. Сол жұмыста маған қойған алғашқы талаптар, ол әрине халықаралық дәрежені көтеру, Netflix-ті алып келу, Google-дармен жұмыс істеу, TikTok-тың офисын Қазақстанға орналастыру, Метаның несін тіркеуді Қазақстанда. Көбінесе айтуға болады, енді 9-дан 10-ын істедік, альхамдулилла, Аллаға шүкір. Сондықтан осындай бір жұмыс жолым болды. Қазір мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының басқарма төрайымымын, бірақ төрайымыма әлде төрағасы ма, қазақ тілінде дұрыс айтуын шын айтсам білмедім. Қай жерде қазақ тілінде жазбасам, маған әрқашанда қазақи әдебиетшілер жазады, төрайым деген сөз жоқ қазақ тілінде. Керісінше оған коммент жазады, төраға деген сөз жоқ деп, әйтеуір білмеймін, енді сол ұйымды басқарамын. Келесі слайдты қоссаңыз болады. Ел болам десең, бесігіңді түзем. Сондықтан мен әрқашанда шетелде жүргенде, еңбектеніп жүргенде, менің негізгі мақсатым өмір бақи кішкентай кезімнен сол шетелден тәжірибені жинап, компетенцияны жинап, оны көтеріп, Қазақстанға келіп, өзінің үлесімді қосу болған. Келесі слайд. Енді сөзімді бітірейін деп атқан соңғы 5 минутымда сізге айтайын дегенім, мені әрқашанда адамдар сұрайды, мысалға, Алия ханым, сіз айта саласыз ба, сіздің ең негізгі осындай 5 қасиеті, адам қандай 5 қасиеті дамыту керек деп. Менің ойымша ең бірінші ол қандай банальды түрде болмаса да, бірақ ол уақыт. Уақыт ол өте тез кететін және тағы да қайталанбайтын дүние.
ол өте адамға деген ең керекті актив. Сіздің уақытыңыз, менің уақытым әлі келеді, менің уақытым әлі болады деген адамдарды мен түсінбеймін. Неге? Өйткені уақыт ол қайтып келмейді ғой. Сіз ол уақытты дұрыс басқару керексіз. Мысалға, менің беретін осы жерде кеңестеріміз ең бірінші тайм-менеджментке өте ұқыпты қарау. Мен мысалға өзімнің жұмысымнан тыс әрбір адамда 1, 2, 3, 4 әртүрлі мәселелері болады, себептері болады, дұрыс па? Өмір деген өте қызықты нәрсе болғандықтан, адам өзінің уақытын басқара білмесе, ол ешқашан орынды мақсаттарға жете алмайды. Берген кеңесім Google календарьды жасап, өздеріңіздің телефондарыңызға қойып, қазір Құдайға рахмет барымызға смартфондарымыз бар, әрқашанда уақыттарыңызды қарап отырыңыз. Келесі сөзім бұл төзімділік. Неге төзімділік? Өйткені өмір жолы ол жеңіл емес, ол өте қиын болады. Және де сіз өскіңіз келсе, бір тәжірибе алғыңыз келсе, өмір жолы өте қиын болатынын түсінуіңіз қажет, бірақ әрбір қиыншылық ол мүмкіншілік. Егер сіз оны солай қабылдасаңыз, сіз оны жеңіп, әрі қарай өсесіз. Өсудің тек қана бір ғана жолы бар, ол тәжірибе. Тәжірибені сіз дүкеннен сатып ала алмайсыз. Тәжірибені тек қана еңбектеніп, жұмысқа келіп, соны көріп, сол сырғанап түсіп, қайтадан тұрып, солай ғана түсінуге болады деп ойлаймын. Сағалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық дегендей, демек, еңбек ол еңбектің түбі береке. Бәрекелі адам болайық десек, біз еңбектен қашпауымыз қажет. Келесі сөзім менің өте сондай керекті сөзім, ол шабыт деп ойлаймын. Осы күнде маған көп адамдар келіп сұрайды: Әлия ханым, сіз күніне 4 сағат ұйықтайсыз, мысалы, бірақ сағат 6-та тұрып жүгіресіз. Сіз мысалға балаларыңыз да бар, мынау да бар, сіз оның барлығын қалай меңгересіз деп сұрағанда, мен әрқашан айтамын, әрбір адамның шабыты болуы қажет. Сіздің шабытыңыз болмаса, сіз жұмысыңызға қалаусыз келесіз. Сіздің жұмысыңыз жылжымайды сондай кезде. Өйткені тек қана шабытыңыз болғанда ғана идеяларыңыз туа бастайды. Жаңа да бір жолдарды сіз ойлай таба бастайсыз. Егер сіз шабытсыз тек қана былай жұмысқа келсеңіз, сондай жұмыскердің коэффициент полезного действия дейді ғой, сол коэффициенті өте төмен болады. Және ол өсе алмайды. Өйткені сіздің шабытыңыз болуы қажет. Соңғы уақытта көптеген адамдар, енді біз әлемдік нелерді оқып, депрессияға кіреміз деп айтады. Ол да мен үшін өте бір қызықты нәрсе. Елестетіңізші, адам, мен 1 жыл депрессияда болдым дейді. Ол қалай? Сіздің бірақ өміріңіз бар ғой, соның 1 жылын депрессияға құрттыңыз ба? Депрессияның себебі көп дегенде 1, 2, 3 мәселе болады ғой негізі. Әрине болады, менде де депрессия болды. Бірақ өмір депрессиядан әрі құнды ғой, дұрыс па? Депрессияға уақыт құртқанша ойларыңызды жүйелеп, әрине, әрбір адамның жүрегі ауырады, жаны ауырады. Мен де адаммын, бірақ сырғанап құлағаннан кейін тұру керек. Сондықтан өздеріңізді шабыттандырып, өзіңізге сондай бір өмірді бағалауыңыз қажет деп ойлаймын. Келесі айтарым, ол инвестицияларды басқару. Енді менің бір ойлап тұрған және айтатын нәрсем, біз қаншалықты құндылықтарды, мынандай адамның бойындағы құндылықтарды керекті деп айтпасақ та, біз инвестицияларды және өзіміздің қаражаттарымызды басқаруымызды білуіміз қажет, достарым. Өйткені сіз өздеріңіздің қаражаттарыңызды басқара алмасаңыз, сіз үшін оны ешкім істемейді. Мысалға, мен өзімнің айлығымнан қанша айлық алмасам да, мысалға, жарайды, қазір айлығым кішкене аздау, бірақ сонымен де, оның үстінде де мен 10%-ды әр ай сайын өзімнің балаларымның біліміне саламын. Өйткені мен үшін ол ең жоғары инвестиция. Балалардың білімінен жоғары мен үшін ештеңе жоқ. Менің өмірлік арманым, ол менің балаларымның ең күшті жоғары оқу орындарына түсіп, жұмыстарына шығып, тәжірибе алмасып, компетенциялы мамандар болу. Сондықтан, және соңғысы, өзіңмен жарысу. Өзімнің қазағымның да
негізі адамның да бойында қалыптасқан бір қасиеті ол өзіңнің досыңмен жарысу. Біз өзіміздің достарымызбен жарысамыз, дұрыс па? Әріптестерімізбен жарысамыз. Ой, анада пәтері күштірек, менікі жаман екен, ой, ананың баласы менеджер болып істейді, сен қайда істейсің? Ол мен үшін, менімше, қазақты батыратын өте жаман әдет деп ойлаймын. Ол тек менің ғана ойым. Неліктен? Өйткені меніңше адам өзгемен емес, өзімен жарысу қажет. Өйткені сіз өзіңіздің бойыңыздағы ерекшеліктеріңізді, кемшіліктеріңізді, артықшылықтарыңызды біліп, оларды жазып, кемшіліктерді түзеп, өзіңіздің өмірлік жолыңызды өзіңіз құрастырып, өзіңіздің осындай өзіңізге өзіңіз сұрыптау жасау деңгейде болсаңыз, сіз әрине өсесіз. Егер де сіздің өсу деңгейіңіз өзіңіздің ана 3-ші этаждағы тұрған Нұрият әтемен бірге жарысу болса, сіз өспейсіз. Сіздің деңгейіңіз сол қалыпты қалады. Сол себептен соңғы айтарым, өмір бұл қазір. Ол кеше немесе ертең емес. Ертең мүмкін болмайды екен, кеше өтіп кетті. Біз деген өмірдің құндылығын бағалай білуіміз қажет. Бізге қалайық, бірақ өмір берілген, екінші өмір берілмейді осы дүниеде. Қанша жаста болсаңыз да өмір бағытын өзгертуге болады. Мысалға, мен 35-ке келдім, бірақ маған өмір бағытын өзгеру кеш. Мен мына жұмыста 20 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмын, қайтейін деп қорықпаңыз. Мен 4 әртүрлі қиында, мүлдем әртүрлі индустрияны өзгертіп қорықпадым. Неге? Өйткені ол да тәжірибе ғой. Бірақ мен қазір 4 индустрияда жақсы, керемет маман деп ойлаймын өзімді. Сол себептен менің ең сондай айтатын сөзім ол өмірді деген сезе білу қажет. Өмірге ғашық болу қажет. Өмірдің құнын түсінсеңіз, өмірде сізге дұрыс жауап қайтарады. Рахмет. Керемет, Әлия ханым, тамаша мотивациялық баяндама болды деп ойлаймын. Достар, сұрақтарыңыз бар болса? Сұрақ көп қойды. Екі сұрақ. Менде кішкене кәсіби сұрағым да. Ал мен өзім шетелде оқимын, сол шетелде Скопус бар, Европа деген сондай көп сегменттер. Жалпы Қазақстанда неге осындай журналдар жоқ? Мен жазатын ойларым көпті, бірақ соның бәрін орысша жазуға мәжбүрмін. Қазақша қай жерде жазып, мақала шығарсам болады? Қандай күшті сұрақ. Сұрағыңыз үшін көп рахмет. Әрине, ең біріншіден Қазақстанда Скопус болу үшін және шетелдік ғылымды сұрыптау мүмкіншілігі болу үшін жоғары оқу орындарында және ғылыми институттарда сол базаларға деген доступ болу қажет. Ол доступ мемлекетпен немесе университетпен сатып алынады. Ол бір. Екіншіден, екінші өте керекті сұрақ, ол қазақ тілінде дедіңіз ғой, да? Қазақ тілінде сіз мақаланы жазғыңыз келсе, Скопуста қазақ тілді журналдар болу қажет. Білесіз ба? Қазіргі таңда Қазақстанда 5-ақ журнал Скопуста бар. Мүмкін қателесем, мүмкін 6, өткен жыл 5 болған. 4-еуін мен кезінде кіргізгем, Эльзирда жұмыс істегенде. Бірақ өкінішке орай олар қазақша мақалаларды қабылдамайды. Олар ағылшын тілінде қазақтардан, қазақи журнал болғанымен де олар мақалаларды ағылшын тілінде қабылдайды. Сол себептен бізге қазақ тілінде Скопус мақалаларын қабылдайтын екі тілде. Скопустың бір несі бар ғой, требованиясы ағылшын тілінде болу тиіс. Бірақ сонымен қатар қазақ тілінде қабылдауын сол журналдардан сұрауыңызды сұраймын. Рахмет сізге. Сұрағым келеді. Сіз Америка, Швеция, Ұлыбритания және Өзбекстанда тұрдыңыз. Амстердам еще болды. Корея, Япония, Монголия. Сізде қайдалар болды? Күшті сұрақ екен. Тамақ жағынан Өзбекстан. Анау жерлерде тамақ қиын енді, халал етті таба алмайсың. Бірақ негізі өмір жағынан шын айтсам Швеция. Өйткені Швеция сондай таза, сондай ақылды, интеллигентті адамдардың жерде. Сол себептен Швецияда өмір сүру мен үшін өте ыңғайлы болды. Рахмет. Өте керемет спич, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет айтамын. Бір сұрағым бар.
сіз жаңа шабыт туралы айттыңыз. Яғни жұмысқа күнде шабыттанып келу мүмкін емес. Бәлкім мүмкін шығар. Сіз өзіңіздің тәжірибеңізді бөліссеңіз, қалай күнделікті шабыттанып келуге болады, және рутиналық жұмыстарды қалай басқаша көзқараспен қарауға болады? Қандай күшті сұрақ. Мен негізі өзімді шабыттандырғанда, далаға шыққанда, ерте тұрғанда, фаджр намазынан кейін терезеге қараймын да, күнді көргенде мен шабыттанамын, білесіз ба? Өйткені мен бүгін тұрдым. Мен тірімін. Осындай керемет күнде тұрғаныма Аллаға разылығымды білдіріп шабыттанамын, білесіз ба? Бірақ әртүрлі адам әртүрлі түрде шабыттанады ғой. Мысалға, кейбір адамдар оларды кейбір мысалға қаражат шабыттандырады. Қаражат шабыттандыратын болса, сол қаражатты қойып, алдыңызға қойып қойсаңыз, мысалға $200, ол шабыттандырады. Шын айтамын. Осындай кітаптарда бар, солай жазылатын. Өзіңізді шабыттандыратын нәрсеңізді тауып, содан кейін мен ең басында айтып едім ғой, мені балаларым шабыттандырады. Мен үйге келем сағат 1-де түнгі шаршап, аяғым шаршаған, 2 баламды көрсем жатқан, ой, шабыттанып кетем бар ғой. Олар үшін жұмыс істейін деп. Менің сұрағым мынандай, мен қазір IT бағытында жұмыс жасап жатырмын, балаларға қазақ тілінде алғашқы ойлау қабілетін дамытатын мобильді ойын құрастырдым. Сұрағым мынандай. Енді қазір бастап жатырмын, бір нормальды деңгейге жеттім, әрі өсеміз. Сұрағым мынандай. Осындай ойындарды қазақтың атын әлемге таныту үшін мен маркетингге көңіл бөлу керек пе, технологияға көңіл бөлу керек пе? Не үшін? Күшті сұрақ, бірақ кішкене сұрағыңызға тереңдеу жауап берсем рұқсат па? Мен қазір ғана біздің спикерлермен отырғанда, мен тіл жайында бір немді бөліскім келіп тұр әңгімемді. Бір ай бұрын мен Вьетнамда болдым. Вьетнамда жүргенде мен баламмен, анаммен орыс тілінде сөйлеп жүрмді. Ұялам енді айтуға, бірақ солай. Орыс тілінде сөйлеп жүрмізді. Вьетнамдық бір 3 лайфгард дейді ғой, ана бассейнді қарап жүретін адам, келеді де сұрайды. Кешіріңіз, сіз орыс тілінде сөйлеп жатсыз ба? Мен иә деймін. Өйткені олар 90-шы жылдардан дейін орыстармен тығыз жұмыс істеген екен. Мен естіп қалдым дейді да, бірақ сіз қай елденсіз дейді. Россиядансыз ба? Жоқ, мен Қазақстаннан деймін. Сізде өздеріңіздің тілдеріңіз бар ма дейді. Мен әрине бар деймін. Сіз неге өз тіліңізде сөйлемейсіз дейді. Неге сіз орыс тілде сөйлейсіз? Ұялып қалдым. Өйткені біз енді Ресей патшалығының астында бірталай жыл болдық енді. Сол себептен орысша сөйлеп жатырмыз дедім да. Ол маған айтады. Біз Вьетнам француз патшалығының астында 200 жыл болдық. 100 жылға жуық Американың астында болдық. Бірақ біз вьетнамша сөйлеп жатырмыз. Сіз орысша сөйлеп жатырсыз. Осыдан қатты ұялдым. Содан кейін анаммен бірге, баламмен бірге Вьетнамнан шыққанша дейін қазақ тілінде сөйледік. Бірақ сізге айтарым, ең бірінші сіздің ісіңіз өте керемет, өте ғажайып. Осындай мобильді қосымшалар өте керек. Өйткені қазір мобильді маркет ол аудиторияны тарту үшін ең керекті нәрсе. Бірақ менімше сізге технология әрине керек, бірақ сізге бірінші технологияңызды адамдарын тату үшін, татып көру үшін, олар сізге бірінші маркетингқа көбірек, алғашқы жылы маркетингқа көбірек қаражат салу керек. Технологияңызды, мысалға, технологияны кішкене реттеп салуға болады ғой. Өйткені мысалға, бірінші айда сіз 10 мың күтсеңіз, екінші айда 20 мың күтсеңіз деп сөйтіп технологиялық нені апгрейд жасап істеуге болады. Ал маркетинг болмаса, сізде көрермендер болмайды, тұтынушылар болмайды. Сол кезде мобильді қосымшаның несі болмайды да, құны болмайды деген сияқты. Ол тек қана менің ойым. Рахмет.